Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгісіз азайғышы бар теңдеуді шешу. Бұл сабақта сен белгісіз азайғышы бар теңдеуді шешуді үйренесің. Балалар, мына суретке қарайықшы. Әпкем неше бауырсақ пісірді дейді. Әпкесінің қанша бауырсақ пісіргені белгісіз. 3 адам 3 бауырсақ жегенде 6 бауырсақ қалған. Енді осы сурет бойынша теңдеу құрастырып көрейік. Бізде мынандай теңдеу шықты. X азайту 3 тең 6. X бізде азайғыш, 3 азайтқыш, 6 айырманың мәні, яғни белгісізіміз X-іміз азайғыш болып тұр екен. Азайғыш бізде бүтін, азайтқыш бөлік, айырманың мәні бөлік болады. Біз өткен сабақта бүтінді табу үшін 2 бөлікті қосу керек дегенбіз. Есте сақта, белгісіз азайғыш бұл бүтін. Бөліктерді қосып, бүтінді табады. Яғни балалар, белгісіз азайғышты табу үшін азайтқышқа айырманың мәнін қосу керек. Теңдеуді шығарып көрейік. X пен 3-тің айырмасы 6-ға тең. Яғни біз белгісіз X-ті табу үшін азайтқышқа айырманың мәнін қосамыз. Бізде айырманың мәні 6-ға тең, азайтқыш 3-ке тең. 6-ға 3-ті қосамыз. Енді X тең бізде 9-ға болады. Енді асын сызып тексеріп көрейік. Тексергенде теңдеудің берілгеніне назар аударамыз. Бізде бірінші X берілген, X-тің орнына мән жазамыз, 9 жазамыз. 9 азайту 3 тең 6. 6 тең 6 болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді мына тапсырмаға қарайық. Сандық сәуленің көмегімен теңдеуді шеш. Бізге X пен 8-дің айырмасы 11-ге тең деген теңдеу берілген. Енді біз айттық, X-ті табу үшін бұл жерде айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. X тең бізде енді сандық сәуленің көмегімен қоссақ болады. Ол үшін сандық сәуледен 11-ді тауып алып, қосқан кезде 10-ға қарай 8 рет аттаймыз. Сонда бізде қаншаға келді балалар? 19-ға келді. Яғни X-тің мәні 19-ға тең. Енді тексеріп көрейік. X-тің орнына 19 қоямыз. 19-дан 8 азайтсақ 11-ге тең. 11 тең 11-ге. Жақсы балалар, енді оқулықтың 54-55 беттеріндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптерінің 51-52 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Өздеріңді мынандай смайликтер арқылы бағала.